Егер де эутирокс қабылдап жүрген пациент әсері аз болса, көмектеспей жатыр деп ойласа, оның себептерін анықтау керек. Эутироксты тамақпен немесе басқа да витаминдермен мүлдем бір уақытта қабылдауға болмайды. Себебі бұл дәрінің сіңімділігін, әсер ету механизмін төмендетеді. Сондықтан да біз оны білуіміз керек. Біз эутироксты аш қарынға таңертең сағат 7-8-ге дейін ғана қабылдауымыз керек. Сосын ғана 30-40 минуттан соң ғана тамақтануымызға болады. Бұл нәрсенің бәрін орындап жүрсеңіз де көмектеспесе, онда организмге қалқанша бізге қажетті микроэлементтер мен дефициттердің деңгейін толықтыруымыз керек. Яғни ол бізге керек гипотироз кезінде витамин D, йод, селен, В тобының витаминдері, магний, феррум және цинк өте қажет. Сондықтан да қай нәрсе сізде дефицит болып жатыр, соны анықтап, міндетті түрде қосымша түрде қабылдау керек. Келесі, егер де қабылдап жүрген дозаңыз аз болса, оны міндетті түрде арттыру керек. Бірақ мұны тек қана дәрігердің бақылауымен өздігіңізден арттыруға болмайды. Яғни сіз эутирокс 25 ішіп жүрсеңіз, онда 50-ге, 75-ге, 100-ге және де 125-ге дейін көтеруге болады. Бірақ міндетті түрде анализ көрсеткіштері бойынша дәрігердің тағайындауымен ғана қатаң түрде сақталуы керек. Келесі жағдай, егер де эутирокс көмектеспей жатса, L-тироксинге ауыстырып бақылап көруіміз керек. Себебі жеке сезімталдыққа байланысты кейбір пациенттерде эутирокс жақсы әсер ететін болса, ал кейбіреулеріне керісінше L-тироксин жақсы сіңеді. Себебі бұл адамның ішек сіңіру ерекшелігіне, ферменттерге, тіпті қосымша компоненттерге, яғни препараттың құрамындағы қосымша әсер ететін компоненттерге байланысты болуы мүмкін. Барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз туындап жатса, комментарий бөліміне қалдырып кетсеңіздер болады. Лайк басып, комментарий қалдырып, каналдың дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.